Бүгін бізде алгебра пәні. Енді бүгінгі сабақтың тақырыбын бермес бұрын сіздермен ең алдымен сергіп сәтін өткізіп алайық. Құстың ұшуы қандай немен ұшады көрсетіңіздерші? Жақсы, қандай траекториямен ұшады деп білесіздер? Балық судан қалай ауытқып шығуын көрсетіңіздерші? Балық судан қалай ауытқып шығады? Балық судан ауытқып шығуы. Жақсы, кемпір қосақтың несін траекториясын көрсетіңіздерші? Жақсы. Яғни біз қандай немен жұмыс жасайды екенбіз бүгін? Қандай тақырыбымыз неге байланысты болады екен? Тақырып графиктерге байланысты, яғни функцияға байланысты болады. Олар бүгінгі сабақтың тақырыбы жаңағы өздеріңіз айтыңыздар, график функцияға байланысты деп жүре. Мысалы, құстың ұшудегі ол синусоида қисығы бойымен траекториясы солай сызылады екен. Балықтың судан ауытқып шығу дедік, тангенсоида қисығы дедік. Ал жаңағы кемпір қосақ, ол бізде қандай функцияның графигіне ұқсап тұр сіздерге? Параболаға, яғни квадраттық функцияның графигіне. Жақсы. Бүгінгі сонда сабағымыздың тақырыбы квадраттық функция және оның қасиеттері, графигіне тоқталады екенбіз, графигі және қасиеттеріне. Енді сабақтың мақсаты параллель көшіру әдісі бойынша квадраттық функцияның графигін түрлендіру. Бүгінгі сабақта біз графиктерді түрлендірумен жұмыс жасаймыз. Енді сабақтың несін ашпас бұрын квадраттық функция графигіне өмірден қандай мысал келтіре аласыздар? Ойлаңыздаршы, өмірде қай жерде қолдануға болады квадраттық функцияны? Квадраттық функцияны өмірде қай жерде кездестіреміз дедік? Сәулет өнерінде. Толқын ұшу дедіңіздер, жақсы. Яғни қазір біз сіздердің айтқандарыңызды бүйтіп жинақтап көрейік. Бізде көрдіңіздер, сәулет өнерінде де жаңағы аркаларының сәулет өнерінде көбінесе күмбез, мешіттің күмбезіне жарыққан кезде де сондай, күмбездің нелері. Одан кейін допты лақтыру айттыңыздар. Мынандай бір спорт түрі, сол бізде кездеседі екен. Енді балалар жақсы квадраттық функция жайында кішкене есімізге түсірдік параболаны. Енді есімізге түсіру несін жүргізейік. Біз негізі өтіп кеткенбіз квадраттық функциялар. Бүгін бекіту сабағы графиктерін түрлендірумен жұмыс жасағандықтан сәл ғана қасиеттеріне тоқталып кетейік. Квадраттық функция білесіздер, үш мүше түрінде беріледі. Ax квадрат қосылған bx плюс функция болғандықтан ол y-ге тәуелдендіріледі. Бұл жердегі а тең емес нөлға деп неге шарт береміз айтыңыздаршы балалар? Осы жерде а тең емес нөлға деп шарт береміз біз мұны. А тең емес нөлға деп. А дегеніміз қай ненің алдындағы коэффициент? X квадратына. Егер а нөлға тең болып кетсе, онда ол квадраттық функция бола ма? Бола алмай қалады. Сондықтан міндетті түрде не істейді? Шарты а тең емес нөлға дейді. Ал б мен с нөлға тең бола беруі мүмкін. Олар жоқ болған күнде де x квадрат бар жерде квадраттық функция деген неміз жүреді, ұғым. Енді сол квадраттық функция, ал оның графигін сіздер білесіздер, парабола деп атайтын. Одан кейін түрлендіруде үш түрлі несі бар. Біз білеміз, жаңағы абсцисса оси бойымен түрленеді. Жаңағы абсцисса оси бойымен түрленген кезде жаңағы абсцисса оси бойында солға немесе оңға жылжып отырады графиктарымыз. Ал ордината оси бойымен түрленген кезде не істейміз? Ордината бойынша график қалай жылжиды бізде? Жоғары төмен жылжып отырады, дұрыс-аға. Содан кейін өзіміздің жалпы түрдегі дербес жағдай квадраттық функцияда. Енді еске түсіретін тағы бір жайт бар. Сіздер білесіздер, егер жаңағы а деген коэффициент 0-дан үлкен болса, парабола тармақтары жоғары қарайды, ал а деген коэффициент 0-дан кіші болса, яғни теріс сан болса, төмен қарайды. Сосын параболаның төбесін табу формулаларын білетініз, mn-нің формулалары. Енді сіздерге тағы да бір дүние айтып кету керек. Параболаның симметрия оси деген болады. Мысалы, параболаны сызсаңыздар, міне симметрия оси, мына жақта міне м деген нүктеміз симметрия оси, мына жақта да y симметрия оси. Сол симметрия оси бойынша бүгін тағы да есептеулер жүргізеді екенбіз. Бүгін қосып отырған материал симметрия оси. Симметрия осінің формуласы неге сай келеді, қараңыздаршы? Симметрия осінің формуласы қай формулаға сай келеді? Екі формулаға қараңыздар, қай формулаға сай келеді? Міне симметрия осінің формуласы қайсыған параболаның төбесін табуда, жаңағы x табамыз ғой. Сол кезде параболаның төбесін тапқанда x, y координаталарын табамыз, сол кезде x-тің мәні m-ға сәйкес келеді. Жақсы. Енді онда балалар бірінші тапсырмаларыңыз бүгінге берілген функцияларды сәйкестендіріңіздер. Графиктерін жаңағы немен сәйкестендіреміз. Енді тапсырма сіздерде жұптық жұмыста жүреді. Жұптық жұмыс топқа бөлініп отырғанмен біз жұппен жұмыс жасаймыз. Ал бағалау қайда жүреді? Алдарында дискрипторларды қойып қойдық. Сол дискрипторға өздеріңіздің балдарыңыз, сәйкесті балдарыңыз қойып отырасыздар. Өйткені мен тақтадан дұрыс жауабын ашқанда тексересіздерді. Сәйкес балдарға қойып отырып, сабақтың соңында жинап бересіздер бағалау парақтарын. Жақсы ма? Ал іске сәт бастай беріңіздер.
сонымен бірінші сурет қай формулаға сәйкес келеді? Үшінші формулаға. Жақсы. Ал екінші сурет не? Бірінші формулаға. Жақсы. Үшінші сурет қай формулаға? Жақсы. Аға, сіздер формуласын қасына жазып қойыпсыздар. Жақсы. Дұрыс. Сіздерде жақсы. Барлығыңыз жұптарыңыздағы жұмыстарды жақсы орындапсыздар. Формулаларды сәйкестендіріпсіздер. Енді келесі тапсырма олар. Келесі тапсырма функцияның графигіне қарап отырып, мынаны қарай қойыңыздар. Біз сәйкестендіруіміз дұрыс сіздерде. Осылай сәйкестендіріңіздер. Енді графиктер бойынша функцияны аналитикалық тәсілмен беріңіздер. Немесе аналитикалық тәсіл деген сөз формуласын жазасыздар. Мысалы, бірінші суретте графиктің формуласын жазсақ қалай жазамыз? Қараңыздаршы, бірінші суретте ол абсцисса оси бойымен де, ординат оси бойымен де жылжып кетіп отыр, иә? Графигіміз. Соның формуласын жазыңыздар. Ал мына үшінші суретке қараңыздаршы, үшінші суретте нені ғана бойымен жылжып тұр график? Ордината бойымен, иә? Ордината y-тің бойымен жылжып тұр. Сол сияқты төртінші суретте де ордината бойымен. Енді осының формуласын жаза қойыңыздар. Формуласын жазамыз. Төртінші формуламыз бар, да? Төрт функция бар сіздерде. Үшеу бар екен. Төртеуін жазып қойыпсыздар. Жақсы. Формулаларыңыз бар. Жұптық жұмыс дегеннен білмей жатсаңыздар, бір-бірлеріңізден сұраңыздар. Жақсы. Бар екен. Напыртта бізде. Жақсы. Енді балар мен сізге мынандай сұрақ қойын деп отырмын. Жазып үлгерттік. Нар болғаны үлгермей отыр. Нар бұл кездесте ғой. Балар енді қараңыздаршы, осы графикке қарап, параболаның төбесінің координаталарын айтыңыздаршы. Мына параболаның төбесінің координатасы не болады? 3-ке 2. Бірінші x-ті оқимыз ғой. Нүктенің координатасы берген. Жарайды, 3-те 2 дедіңіздер. Ал мына параболаға 2-де 1. Мына параболаға 0-да 1. Мынанікі 0-да 3. Себебі x-тің бойымен емес, ординатаның бойымен. Жақсы. Өйткені мен бұл сұрақты қою себебім келесі тапсырмаларымыз соған қатысты болады. Так, мынау жаңа сіздердің функцияның формуласын берген нелеріңіз, салыстырыңыздар. Өздеріңізге қажетті формуланы дискрипторға қойып отырыңыздар, иә, жаңа бағаларыңызды. Мен тексерген дүние. Енді келесі үшінші тапсырмаға назар аударайық. Үшінші тапсырмада төмендегі функциялармен берілген параболалардың төбелері мен симметрия осьтерін анықтаңыздар дедік. Жаңа біз айтып кеткенбіз парабола және симметрия осінің төбеге тағы да қойып қойдым. Симметрия осінің формуласы не ол? Минус b бөліп n. Ал параболаның төбесі n-мен анықтайсыздар. Немесе, егер мынандай график берілсе, бұныкі не болады бүйтіп ауызша айтып көріңіздерші? X-іміз егер абсцисса осымен жолсызсаңыздар қаншаға тең? 2-ге, ал ордината неге тең? 3-ге. Значит, нүктенің төбесі қайықта болады, параболаның төбесі? 2-де 3-те. Түсінікті ғой, түрлеріне қарап анықтамалықта келесіздер да. Ал төртіншіге келгенде не істейсіздер? Формулаға саламыз, е? Ал жақсы орындайық. Сізге бастаңыздар. Так, біріншіні анықтапсыздар, екіні үшті анықтапсыздар параболаның төбесін. Ал төртке келгенде қиналып отырмыз, иә? Неліктен? Дискриминант 0-дан кіші болды. 0-дан кіші болды, иә? Жақсы. Сіздерде де солай екен, иә? Бірінші, екіншінің, үшіншінің төбелерін анықтапсыздар, төртке келгенде отырмыз. Жақсы. Бәріміз төртке келгенде ойланып отырмыз ғой деймін, иә? Енді балалар бізде тағы да бір жайт айтып кетейін. Кейде бұл формулаға бағынбайтын кездер болады. Бірақ біз айта алмаймыз ғой, мысалы, парабола бар. Сіздерде жаңа n не болып қалып отыр, дискриминант 0-дан кіші болғандықтан сіздер n-нің мәнін таба алмай қалып отырсыздар, иә? Бірақ сіздер дискриминантты түбірге салмайсыздар ғой, балалар. Түбірге салмаймын, дискриминанттың өзін аламын ғой, есептеңіздер. Дискриминанттың өзі нешеге тең болды жаңа? Минус 8-ге келеді. Значит, біз d-ны орнына бере аламыз ғой? Ал есептеңіздер. Қалай болады? D-ның орнына не берем? Минус 8-ді берем. Есептеңіздер. Біз түбір астынан шығамаймыз ғой дискриминантты. Сонымен n нешеге тең болды? 2-ге. Тоже 2-ге тең болды. Сонда параболаның төбесі бұл жағдайда не екен? 2-де 2. А енді екінші тәсілі балалар, жаңа дискриминант мен өзім ойланып таптым да, сіздер екінші тәсілін айтам қазір дедім ғой. Дискриминант түбірлерін шығарады екен ойладым. Негізі
бұл жерде дискриминант нолдан кіші болғанда біз теңдеудің шешімдері нақты сандар жиында теңдеудің шешімдері жоқ деп айтамыз ғой. Бірақ парабола бәрібір де график болады ғой. График болады, ол кезде просто x абсцисс осыдан қимайды, ал формулаға сай сала бердік. Кейде формулаға бағынбай қалса біз бүйтуімізге болады. n дегенді табу үшін біз n-да 2 деген санды таптыңыздар ғой, 2 деп, иә? Сол 2-ні апарасыздар да мына функцияға бере саласыздар деп. Мынаған әкеліңіздер, 2-ні бересіздер. 2-ның квадраты неше екен? 4. Мына келгенде -8 плюс 6 қосқаныңызда неше шықты? Бағанағы 2-лер шықты, бағана 2. Сонда n-ді біз не істеуге болады екен? Формулаға салып табуымызға, немесе табылған n-ді мына орнына x-тардың орнына келіп есептегенде сіздер y-дің координатасын шығаруға болады екен, иә? Жақсы. Енді келесі тапсырма орналастыру, сіздер өздеріңіз бағалап қойыңыздар. 3-ші тапсырманы жақсы орындадыңыздар, енді 4-ші тапсырмаға назар аударыңыздар. 4-ші тапсырма осы квадраттық функцияны өмірмен байланыстырамыз, яғни біз айтамыз ғой математикалық сауаттылық. Өмірде қай жерде пайдаланамыз көбінесе? Осылай тәжірибе болсын. Мысалы қараңыздар, жүргізушіге парабола тәріздес туннель арқылы өту керек болды. Бұл туннельді өлшем бірлігі метрмен анықталған, жүк машинасының биіктігі 7 метр. Ал ені 4 метр екен. Осы туннель арқылы өте ала ма? Солға байланысты нетіңіздер. Бірінші сіздер туннель формасын беретін квадраттық функцияны анықтайсыздар. Квадраттық функцияны анықтағанда сіздерге көрініп тұр, параболаның төбесі қандай нүкте болып тұр мына жағдайда? Нүктесін оқысаңыздар не деп оқимыз? 0,8 нүктесі. Абсцисс осы қандай нүктелерді қиятын белгілі. Сіздер аласыздар да бірінші сіздер квадраттық функцияны анықтайтын формуласын беріңіздер аналитика, сосын туннель арқылы өте ала ма жоқ па деген сұраққа жауап береміз. Қалай береміз дедім, қосу не болып тұр? 8. Бірақ не істедік біз? Жаңағын айттық, үсімесіне түзетемейді, сондықтан 2-ке қатынастырып қарастырамыз деді. Яғынан астында 2-ке қатынастырып қарастырасыздар. Мынаның алдында минусым бар ма? Иә. Минусы бар, иә. Неғып минус қойып отырмыз? Несі? Графигі төмен қарап тұр, иә бізде? Туннель парабола несі. Жақсы жазып болдық па? Қайсың сіздерде? Жазылғандарыңыз формуланы. Иә, минус, наяқта бірақ минус қою керексіздер. Себебі, неге себебі дедік? Қармақ қалай бағытталған бізде? Төмен бағыттаға, жақсы, жазылды. Сіздерде жаздық. Тапсырмаға назар аударайық. Футболшы допты жоғары қарай тепті дейді. Жаңа өздеріңіз айтқансыздар, параболаны біз доптың траекториясы айтуға болады деп. Енді жер бетінен жоғары шыққан доптың биіктігі h-ты -2t квадрат қосылған 6-мен өрнектелген. Сіздерге айтады, мұндағы h биіктік, ал t уақыт доп неше секундтан кейін жерге құлайды дейді. Ал есептеу үшін қандай идея бар? Қалай есептейсіздер? Неше секундтан кейін жерге құлайды деген сөз? Нені тап деп тұр? Неше секунд деп нені тап? Т деген параметр табу. А т деген параметр қалай табасыздар мына жақтан? Естиміз? Неге теңестіреміз? Нөлге теңестіріп дұрыс. Осы теңдеуді берген функцияны нолға теңестіріп теңдеу шешіңіздер. Ал теңдеу шеше қойыңыздар, өздеріңіз айтып отырсыздар, нолға теңестіріп шешеміз деп. Енді теңдеуді шешіңіздерді мәнін табыңыздар. Бұл теңдеуді шешкенде көріп отырсыздар, бұл квадрат теңдеуді шешіледі. Дискриминантпен, яғни не істеуге болады? Я дұрыс айтасыздар. Тыны және қандай сан екеуіне де ортақ болады. Екі тыны жақша сыртына шығарып жүруге болады. Ортақ көбейтішілігіне жақша сыртына шығарасыздар. Яғни интервалдар әдісі бойынша шешеміз. Ал сонымен жауабын тосамыз. Айда, тоқтай тұр. Жақсы. А неге нөлді алмадыңыздар? Өйткені сағат 0 секунд алғанымыз. Доптың қонуында бастапқы несі өсі жақсы. Сіздерде? Жауабын жүріңіздер. Есептің шешу бәрі дұрыс. Енді жауабы сұраққа жауап беріңіздер. Жақсы. Бұна жерде бізде соның ішінде жауабы 3. Сонымен доптың неше секундтан кейін жерге құлайды дедіңіздер? 3 секундтан кейін. Жақсы аға. Енді балалар бетек сабағымызды қорытындылағанда сіздер рефлексия беріңіздер. Бүгінгі сабаққа қатысты рефлексия. Мынау жаңа біздің шешу жолымыз барлығымызда осылай шықты, иә? Енді осыған қатысты рефлексия беріп көрейік. Көңіл күй графигі арқылы рефлексия береміз. Көңіл күй графигі. Сіздердің алдарыңызға стикерларды бердім. Қараңыздар. Стикерлармен көңіл күй графигін қандай неде отырсыздар? Көңіл күй.
Қаяққа келіп жабыстырасыздар, мұнда келіп жабыстырасыздар. Сөз жазамыз, сабаққа кері байланысты сосын көңіл күй графигіне апарып жабыстырамыз деді. Так, бүгін сабақ туралы кері байланысты қайсыларыңыз білесіздер? Сабақ туралы ойларыңыз қандай? Сабақта не тиімді өтті? Тақырып қиын болды ма? Жақсы дейтін Мен бүгін сабақта бәрін түсіндім, себебі квадраттық функция және оның графиктері қайталадым. Маған сабақ өте қызықты болды. Дұрыс, графикті бұл тақырыпты өтіп кеткендіктен, бүгін біз сол тақырыпты бекіту ғана нетіп отырмыз, жақсы. Тапсырмалар қиын болды ма? Қай жерінен күрделік пайда болды сіздер? Күрделік туындаған жер болды ма? Үшінші есепте? Төртінші тапсырмада дедіңіздер, бірақ ол жерде анықтады, иә? Ол жерде түбірасты емес, дискриминантты өзін аламыз дедік, иә? Жақсы. Енді көңіл күйлеріңізді график арқылы көрсетіңіздер, келіңіздер, жабыстырайық, тездетіңіздер. Графигіне байқасақ, барлығымыздың көңіл күйіміз жоғары болды, жаңағы 100-дің тұсында ұсталапсыздар. Жақсы балалар, сабаққа рахмет сіздерге. Үйге тапсырма квадраттық функцияға өздеріңіз жаңағы бір ғана функциясыз келесіздер да, көршілеріңіз сізге келесі сабақта алмастырамыз, есеп құрастырып келесіздер. Келесі адам оның формуласын жазатындай қылып. Өздеріңіз не істейсіздер? Квадраттық функцияның графигін жазасыздар. Ал көршілеріңіз оның несін табу керек? Формуласын табу керек. Түсінікті ғой? Солай бір ғана функциясыз келесіздер үйден есеп құрастырып. Жақсы, сау болыңыздар.